Прокуратура мен ішкі істер органдарының қызметкерлері біліктіліктерін арттырады. Құқық қорғау органдары академиясындағы президенттік резервте тұрған қызметкерлерді кәсіби даярлау курсы басталды. Оған басшылық қызметке тағайындау үшін іріктеуден өткен үздіктер қатысады. 14 маман бір ай бойы басшылық қызметте көрсететін түрлі жағдайларда жедел әрі тиімді шешім қабылдау жолдарын үйретеді. Қатысушылар берілген тапсырманың 90%-ын өздері жеке орындайды. Түрлі тығырықтан шығу жолдарын үйретеді. Оларға тәжірибелі мамандар дәріс оқиды. Ал биыл алғаш рет 3 өңірдің прокурорлары тәжірибесімен бөліседі. Айта кетейік, бұған дейін 56 маман арнайы курстан өткен. Соның 13-і лауазымдық қызметке тағайындалған. Басқарушыларға неліктен назар қойылды? Бірінші, олар команданы нәтиже мен жетістікке жетелейтін көшбасшылар. Екінші, олар алдында міндеттерді қоя білетін және оларды орындауға қабілетті тиімді менеджер. Үшінші, олар акценттерді дұрыс қоя білетін мемлекеттік саясаттың жол серіктері.